Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен испанский чизкейк дайындаймыз. Бізге керекті заттар: сүзбелі ірімшік, крахмал, қант, кілегей, 4 жұмыртқа керек болады. Алдымен сүзбелі ірімшікке қант салып, миксердің ең төмен жылдамдығымен араластырып аламыз. Сливкиді де салып, жақсылап араластырып аламыз. Жұмыртқаларды саламыз, бір-бірден салып аламыз барлығын. Крахмалды саламыз. Барлығы бірдей масса болғанша жақсылап араластырамыз. Осылай кольцоның шетіне фольганы осылай мен сияқты төсеп, ішіне пергамент салып, жаңағы массамызды құямыз. 170 градуста 50 минутта пісіріп аламыз. Чизкейк дайын болды. Беті осылай үлпілдеп тұрады басында. Чизкейктің беті осылай күйіңкіреп шығу керек. Енді ыдыстан босатамыз. Бетін өзіңіз қалауыңызша әсемдейсіз. Бетіне шоколад құйып жесеңіздер, өте дәмді болады. Дәмі керемет болып шығады. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.